Енді бізге осындай окошко шықты. Біз мына жерде WeChat арқылы немесе по телефону номер арқылы кір дейді бізге. Біз көк жазуды басамыз. Бұл по телефону, бізде WeChat жоқ өйткені. Мынау окошко тоже дұрыс емес. Қазір біз оны шығамыз. Қайтадан кіріп, шығып, солай дұрыстап аламыз. Немесе бұлай шықпай жатса, пиндодан вообще шығып кетеміз. Сосын қайтадан кіретін боламыз. Шығамыз и кіреміз қайтадан. Сосын бізге тағы ештеңе қозғамаймыз, өзіне өзі шығады. Міне шықты. Көк жазу басамыз. Вот мына жерде Қытай деп тұр. Қытайдың номері тұр. 86 на стрелканы кіреміз. Сосын Қазақстан таңдаймыз. Плюс 7. Бұл жерде Россия и Қазақстан. Мынау Россия. Екінші Қазақстан без иероглифті. Бастық. Енді мына жерде номер жазамыз. Плюс 7, 705 деп кете береміз. Мына плюс 7-ның жазбаймыз, өзі жазылып тұр. Сондықтан 705 деп кетеміз ары қарай. Қызылды басамыз. Қызылды басып, сосын біз SMS күтетін боламыз. Қазір басамын. Сосын бізге 60 секунд ішінде SMS келу керек. Мен мына жерде кішкене қысқарттым. Қазір 60 секунд ішінде маған келмейді SMS. Сондықтан мен екінші рет попытка жасаймын. Қазір қызыл жазу шығады. 60 секунд уже біткеннен кейін қызыл жазу шығатын болады. Міне қызыл жазу шықты, бастым. И қайтадан 60 секунд береді. Бұл кезде маған тезірек келді, бұл екінші попыткамда. Сіздерге екінші, үшінші попыткада келу мүмкін, немесе төртінші, бесінші жасай береміз, күтеміз, сабыр сақтап. Міне келді. Енді кірдік. Кірген бойда ештеңе баспаймыз, өзіне өзі тағы осындайлар шығып кетеді. Артық движение жасамай тұрамыз. Қазір мозаика шығарып береді бізге, чтобы біз робот емес екенімізді дәлелдеу үшін. Міне қызылды басамын. Қызылды басамын. Қазір мозаика шығады. Міне шықты. Енді мен қоямын. Қайсысына сәйкес келеді, соған қоямын. Біріншісіне келмейді. Міне келмейді. И енді екіншісіне қоямын. Келіп тұр. Дұрыс қоямын. Қойдым. Біздің адам екенімізді уже білді. Енді назад шығамын. Стрелканы басамын, назад шығамын. Вот біз пиндодаға тіркелдік. Кабинетке кірем. Міне тіркелдік. Өзіміздің номеріміз шығып тұр. Сіздер де осылай тіркелесіздер.